Достар, қыста 5 бармақпен не кез келген қою тағамдармен жегенде тәбетті ашатын аджика жасаймыз. Ол үшін бізге қызанақ, пияз, қызыл болгар бұрышы мен сарымсақ керек. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді отты жағып, қазанға май құйып қыздырамыз. Пиязды салып, әбден қуырып аламыз. Ақырша болгар бұрышын қосамыз. Үстінен қызанақты қосып 30 минуттай қайнатамыз. Пісуіне 10 минут қалғанда сарымсақ, лапыр жапырағы, қара бұрыш салып тағы қайнатамыз. Одан кейін тұз, қант, уксус пен укроп қосамыз. Банканы стерилдеп, аджиканы жауып аламыз. Міне дайын болды, жасап көріңіздер. Ас болсын.